Альберт Эйнштейннің сөзімен айтар болсақ, білім дегеніміз мектепте оқығанның бәрі ұмытылғаннан кейін есте қалғаны. Бұл қанатты сөздер функционалдық сауаттылықтың өмірлік тәжірибеде қаншалықты маңызды екендігін айқындайды. Функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Және оны музыка пәні арқылы қалай дамытуға болады? Музыкалық білімдерді, білік пен дағдыларды өмірде қалай қолдануға болады? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі вебинардың тақырыбы оқушылардың музыка пәніндегі функционалдық сауаттылығы деп аталады. Музыка әрқашанда адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Музыка адамның рухани мәдениетінің бөлігі болып табылады. Функционалды сауаттылық кең ұғымдағы салаларды қамтиды. Музыка пәнінде негізінен сауаттылықтың келесі түрлері жүзеге асырылады. Музыкалық және цифрлық сауаттылық, сонымен қатар математикалық, оқу сауаттылығы, экологиялық сауаттылық және құқықтық сауаттылық сынды басқа да функционалдық сауаттылық түрлері музыкалық сауаттылықты дамытудың құралдары болып табылады. Осылардың әрқайсына толығырақ тоқталайық. Мектепте музыкалық сауаттылықтың негізін қалыптастыру бастауыш мектептен басталады. Музыкалық сауаттылық, музыкалық мәтіндерді оқып, жаза білу, музыканы орындау, дәстүрлі және классикалық музыканың музыкалық шығармашылық ерекшеліктерін түсініп, алған білімдерін практикада қолдана білу арқылы көрінеді. Мектептегі музыкалық іс-әрекеттің негізгі түрлеріне музыканы тыңдау, музыкалық шығармашылық іс-әрекеттер өз жұмысының нәтижесімен таныстыру және бағалау жатады. Осы іс-әрекеттер арқылы музыкалық сауаттылық дамиды. Музыка біздің өмірімізде кез келген жерде кездеседі. Туғаннан бастап біз айналамызда әр түрлі дыбыстарды естиміз, бірақ олардың көпшілігін саналы түрде қабылдамаймыз және есте сақтай бермейміз. Есту және тыңдай білу әр адам үшін маңызды өмірлік дағды. Өмірде тек естіп қана қоймай, тыңдайды білу маңызды. Бұлар бір-біріне мағыналық жағынан жақын, алайда мәні бойынша әр түрлі дағдылар. Есту бұл физикалық қабілет. Тыңдай білу бұл зейінді, көңіл бөлуді, әңгімеге қатысуды, сондай-ақ алынған ақпаратты түсінуді және талдауды қажет ететін тыңдаудың белсенді процесі. Бұл дағды кез келген жағдайда адамдар арасындағы өзара түсіністік үшін өте маңызды. Тыңдай білу қабілеті қарым-қатынас, эмпатия, өзара түсіністік, келісім және әртүрлі жағдайларға бейімделу дағдыларын дамытады. Музыка сабақтарында тыңдау және қабылдау дағдыларын қалай дамытуға болатынын қарастырайық. Музыка пәнінің оқу бағдарламасы музыка тыңдау және талдау бөлімін және соған байланысты оқу мақсаттарын қамтиды. Алдымен музыканы тыңдамас бұрын мұғалімнің кіріспе сөзі маңызды болады. Мысалы, Құрманғазының Сарыарқа күйін тыңдауды бастамас бұрын мына сұрақтарды қойыңыз. Дала дегеніміз не? Сіз жазық далада болдыңыз ба? Сіз жазық далада болған кезде қандай эмоцияда болдыңыз? Немесе не сезіндіңіз? Сіздің ойыңызша, композитор дала табиғатының әсемдігін жеткізу үшін қандай сипаттағы музыка шығаруы мүмкін? Бастапқы кезеңде музыканы қабылдау эмоционалды деңгейде жүзеге асады. Оқушылар шығарманың жалпы сипатын түйсінеді. Құрманғазының Сарыарқа күйін тыңдайық. Шығарманы тыңдап болғаннан кейін сұрақтар қойыңыз. Күй арқылы қандай сезімдер жеткізіледі? Сізде қандай эмоциялар пайда болды? Оларды атаңыз. Сіз не елестеттіңіз? Күй әуені қандай көңіл күйге бөлейді? Бұл шығарманы қалай атар едіңіз? Музыкалық ойлауды белсендіру, музыканы тыңдау және қабылдау дағдыларын дамыту үшін
мұғалімге эмоцияны бейнелеу тәсілдерін қолдану ұсынылады. Мысалы, тыңдаған шығармаға қатысты сызықтар, пішіндер мен түстер арқылы эмоцияларды жеткізуге болады. Бұл сарыарқа күйінде қуаныш сезімін түзу сызық, шеңбер пішіні және сары түс арқылы көрсетуге болады. Әрі қарай, әдістеме бойынша шығарманың үзінділерін қайталап тыңдау керек. Бұл әрекеттер музыканың көркемдеуші құралдары мен табиғатын талдаумен қатар шығарманың жанрын анықтауды және бұл шығарманы зейінді түрде қабылдауды бағыттайды. Күйдің үзіндісін қайталап тыңдайық. Тыңдап болғаннан соң сұрақтар қойыңыз. Тыңдалған шығарма қай жанрға жатады? Күй деген не? Біз күйшілер деп кімді атаймыз? Жауабыңызды түсіндіріңіз. Шығарма қандай аспапта орындалды? Қуаныш, сүйсіну және жерге деген сүйіспеншілік сезімдері музыканың қандай көркемдеуші құралдар арқылы жеткізуге болады? Шығарманың әуенін, ырғағын, екпінін, көңіл күйін сипаттаңыз. Динамикасын анықтаңыз. Оқушыларға музыканы қабылдауды жеңілдету үшін музыкалық көркемдеуші құралдар жазылған тірек карточкалары мен кестелерді ұсынуға болады. Мысалы, өздеріңіз көріп тұрғандай, екпіннің жазылған тірек кестесінде екпіннің түрі, терминологиясы толық көрсетілген. Оқушы музыканы тыңдай отырып, өзіне қажет дұрыс терминді таңдап алады. Және ойымен бөліскен кезде музыкалық терминологияны дұрыс қолдана алады. Тыңдаудың үшінші кезеңінде музыка тұтас қайталап қабылданады. Сонымен қатар көркем бейне, композитордың түпкі ойы анықталады. Тапсырма соңында күйдің сипатын және тыңдалған музыкадан алған әсерлермен бөлісуге 5 минуттық эссе жазуға шақырыңыз. Оқушылардың жазу дағдыларын дамыту үшін тірек сөздер мен сөз тіркестерін беріңіз. Эссе жазып болған соң бірнеше оқушыны сынып алдында оқып беруін сұраңыз. Музыкалық сауаттылықты дамытатын музыкалық іс-әрекеттің келесі түрі музыкалық шығармашылық әрекеттер болып табылады. Оқу бағдарламасында музыкалық шығармашылық бөлімі және композиция мен импровизация, идея жинақтау, материалдар жинау және шығармашылық жұмыстарды жоспарлау бойынша оқу мақсаттары бар. Импровизация арқылы музыкалық сауаттылықты қалай дамытуға болатынын қарастырайық. Импровизация күтпеген деген ұғымды білдіреді. Бұл әртүрлі музыкалық мәдениеттердегі музыка орындаудың ежелден келе жатқан түрі. Қазақтың дәстүрлі музыкасында импровизация айтыс жанры және күй тартыс арқылы жүзеге асырылады. Музыка сабағында айтыс пен күй тартысты қалай өткізуге болады? Айтыс орындау үшін оқушыларға мектеп тақырыбында поэтикалық мәтіндерді ұсыныңыз. Немесе ақын Серік Қалиевтің сөзіне жазылған композитор Халықберген Әбілжановтың айтыс әнін қарастыруға болады. Сонымен қатар оқушылар айтыс мәтіндерін өздігінен құрастыра алады. Оқушыларға Еркемай әнінің әуенін ұйқас құрастыруға көмекші сөздер ұсыныңыз. Импровизацияны күй тартыс арқылы ұйымдастыру үшін ырғақтық сүйемелдеу жасауды ұсыныңыз. Тапсырманы орындау үшін оқушыларға қазақтың ұрмалы халық аспаптарын таратыңыз. Сонымен қатар қолда бар шулы аспаптардың көмегімен де ырғақтық сүйемелдеуді жасап ұйымдастыруға болады. Ансамбльдік импровизация оқушылардың назарын, зейінін, музыканы ести білу, өз партиясын дұрыс орындау, сонымен қатар сыныптастарының партияларын тыңдау қабілеттерін қажет етеді. Ұжымдық музыка орындау әрекеттері шығармашылықты дамытуға қолайлы жағдай туғызады.
музыкалық сауаттылық пен әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды дамытады. Математикалық сауаттылық. Ол музыка сабағында қалай жүзеге асырылады? Математика ғылымдардың патшасы, ал музыка жүрек тілі. Ежелгі гректердің өзі математика заңдарына негізделген музыка теориясын ұсынғаны мәлім. Музыканың барлық дыбыстары 12-лік санау жүйесі бойынша сатылық қатармен қатаң түрде орналасады. Музыка ноталардың ұзақтығы білдіретін бөлшек сандарға негізделген. 2-ден 1, 4-тен 1, 8-ден 1, 16-тан 1. Бұл бөлшектерді компьютерлердің негізі болып табылатын 2-лік жүйеге аударуға болады. Сондықтан музыканы компьютерлерде, математикалық машиналарда жасауға болады. Оқушылар нота сауаттылығын 1 мен 6 сынып аралығында оқудың барлық кезеңінде өтеді. Нота сауаттылық білімдерін өмірдің әр саласында қолдана алады. 2 сыныптың «Мен орындаушымын» сабағының нотамен жұмыс жасау түрі көрсетілген үзіндісін қарайық. Бұл үзіндіде мұғалім 8-лік және 4-лік нота ұзақтықтары мен до, ми, соль ноталар туралы айтып, ырғақтық суреттермен жұмыс жасауды көрсетеді. Онлайн мектеп платформасы оқушыларға бейне сабақты қарағаннан кейін әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындау арқылы білімдерін бекітуге мүмкіндік береді. Берілген тапсырмаларды дұрыс орындау үшін бейне материалды бірнеше рет қарап, тапсырманы қайта орындау арқылы оқушылар теориялық материалды толық меңгеру арқылы дағдыларын дамытады. Мысалы, музыкалық жазбалар телефондардағы қоңырау күндеріне, әртүрлі гаджеттік қосымшаларға, компьютерлік ойындарға, музыкалық ойыншықтарға, әртүрлі жабдықтар мен машиналарға, веб-сайттар, жарнамалар, бейнебаяндар жасауға арналған. Нота ұзақтықтарымен танысу кезінде оқушылар олардың әрқайсысын дұрыс анықтауды және есептей білуді үйренеді. Мысалы, бүтін нота бұл ең ұзақ нота және 4 секундқа есептеледі. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге деп созылады. Бүтін нотаны біз тұтас алмамен салыстыра аламыз. Жартылық нота бүтін нотадан 2 есе қысқа 2 секунд есептеледі. 1-ге, 2-ге деп саналады. Ал бір жартылық нота 2/4 нотаға бөлінеді. Ширек нота жартылық нотадан 2 есе, ал бүтін нотадан 4 есе қысқа. Ширек нота 4-тік нота деп те аталады, ол 1-ге деп саналады. 8-дік нота 4-тік нотадан 2 есе, жартылық нотадан 4 есе, ал бүтін нотадан 8 есе қысқа. 8-дік нотаны есептеу жарты секундқа шығады. Яғни бір үлесте 2 8-дік нота бар. Оқушылар нота сауаттылығын меңгеруді дәстүрлі түрде ғана емес, белсенді оқу әдістерін музыкалық тілді үйрену процесіне енгізе отырып дамыталады. Мысалы, кемпір қосақтың 7 түсіне боялған асықтардың көмегімен оқушылар өздігінен асық ноталарды жайып, ноталарға сәйкес ән орындап, қарапайым әуендер құрастыра алады. Ал нота сызығын тек қағазда ғана емес, еденге, парта үстіне де орналастыруға болады. Бұл әдістер ақыл-ой әрекетін белсендіреді, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырады және белсенді әрекет арқылы нотаны меңгертуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ноталар көмегімен ырғақтық суреттер құрылып жасаланады. Жасалған ырғақтық суреттерді оқушылар музыкалық аспаптармен, дауыспен немесе қолда бар шулы аспап көмегімен орындай алады. Цифрлық сауаттылық дегеніміз адамның білімі мен ақпараттық технологияларды күнделікті өмірде және шығармашылықта қолдана білу. Музыка сабағында оқушылар цифрлық бағдарламалар мен қосымшалардың көмегімен музыкалық шығармалар, түрлі тақырыпта шығармашылық жобалар жасау үшін пайдаланады. Мысалы, әр түрлі тақырыптағы мектеп пәндеріне сонымен қатар әлеуметтік, экологиялық, патриоттық және басқа тақырыптағы шығармашылық жұмыстар немесе жобалар жасауға қолдана алады. Мұғалім оқушыларға цифрлық музыкалық бағдарламаларды өздігінен меңгеру және жобалық жұмыстарды жасау үшін онлайн мектеп платформасының мүмкіндіктерін пайдалануды ұсынылады. Онлайн мектеп платформасында ұсынылған 6 сыныптың сабағын қарастырайық.
Экологиялық тақырыптағы оқушылардың жобалық жұмыстарын мысал ретінде көруге шақырамыз. Біздің еліміздегі қызғалдақтар мемлекеттік қорғауда және қызыл кітапқа енгізілген. Мұны оқушылар жобалық жұмысында қалай көрсете алады? Алақай, көктем келді далама, табиғатым жайнаған, гүл қаптады көктерді, нұрға толды айнала. Алақай! Самал беттен өбеді, көбелектер көбейді, құстар жетті ән салып, кен далама тамсанып, Ой, қандай әдемісіңдер өздерің. Сендерді алып кетіп, анама сыйласам бекен. Біздің әдемілігімізге қызығып бәрі де жылып, алып кетеді. Одан қалса, аяғымен таптап жерге жаншиды. Содан біз азайып барамыз. Біз қызғалдақта далаға көрік береміз, сән береміз. Бірақ адамдар даланың сән өз қолдарымен құрттады. Қызғалдақтың қазақ жерінде 34 түрі бар. Соның 13-і осы оңтүстік өлкесінде өседі. Жобалық жұмысты жасау үшін оқушылар Audacity дыбыстық редакторды пайдаланады. Осы дыбыстық редактор арқылы оқушы дауыстың және дыбысталуды жазады. Самал беттен өбеді, көбелектер көбейді, құстар жетті ән салып, кен далама тамсанып, эхехехей! Жазылған дауысты Audacity редакторға жүктейді. Содан кейін түрлі шулы дыбыстарын алып тастайды. Audacity редакторы микрофонның көмегімен жазылған дыбысты цифрландыруға, оны өңдеуге, кесуге ең ыңғайлы өте жеңіл бағдарлама. Музыка сабағында музыкалар жазбасын редакциялау, дыбыстау, анимациялық фильмдерді дыбыстау сияқты әрекеттерді Audacity бағдарламасымен оңай орындауға болады. Алдымен өз дауысымызды бастырып аламыз. Ол үшін жазу батырмасын басамыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Дауысымыздың қалай жазылғанын, яғни сапасын тексеріп алайық. Ол үшін ойнату бастырмасын басамыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Дауыс сапалы жазылған екен. Енді осы дауыстың басында және аяғында бізге қажеті жоқ артық дыбыстар тұр. Біз оны қайшының көмегімен кесіп тастай аламыз. Audacity бағдарламасымен кәсіпқой студияда жұмыс жасалынбағандықтан, біздің жазбамыз микрофон сыртқы әсерлердің шуылын жазып алуы мүмкін. Оқушылар бағдарламамен сыныпта жұмыс жасайтынын ескерсек, біздің жазбамызда қаншалықты шулы артық дыбыстар болатынын айтпаса да түсінікті. Сонымен артық шуылды қалай өшіруге, немесе қалай азайтуға болады? Ол үшін эффектілер мәзіріне кіріп, подавление шума, яғни шуылды басу батырмасын басамыз. Эффекты, подавление шума. Бізде ашылған терезеде қай жердегі шуылды басу керек деген сұрақ тұр. Демек, біз ұлғайту нүктесін басып, жазылған дыбысымыздың қай жерінде шуыл бар екенін қарап аламыз. Байқасаңыздар, мінекей бізде артық шуыл тұр. Осы шуылды басу үшін эффект мәзіріне кіріп, шуылды басу нүктесін тағы да таңдаймыз. Получить профиль шума. Осы жобаны орындау барысында музыкаға қатысты тағы да бір кезеңдердің бірі ол бейнероликтің сюжеті және кейіпкерлердің мінездеріне сәйкес музыка дайындау. Музыка таңдау барысында музыкалық көркемдеуші құралдарды
дұрыс көрсету керек. Таңдап алынған музыканы фон ретінде немесе кейіпкердің мінезін сипаттауға қолдануға болады. Дайын музыканы Audacity редакторына файл, импорт жасау басқыштары арқылы жүктейміз. Содан кейін музыканы өңдеу жұмыстары жасалады. Сол кезеңде музыканың екпіні, динамикасы, дыбыс бояуы өңделеді. Ең соңында кейіпкердің дауысы таңдалған музыкамен редакторда сәйкестендіріледі. Оқушылар цифрлық сауаттылық дағдыларын музыка, театр мен кино, анимация, медиа саласы, қызмет көрсету саласы, жабдықтар мен машиналардың даму сияқты әртүрлі салада қолданады. Құқықтық сауаттылық. Бұл бағыт музыка сабақтарында қалай жүзеге асады? Оқу бағдарламасының музыкалық және шығармашылық жұмыстар таныстырылымы мен бағалау бөлімі аясында оқушылардың құқықтық сауаттылығын дамыту жүзеге асырылған. Жасалған бейне материалды веб-сайттарда, YouTube және басқа әлеуметтік желілерде жариялау үшін оқушылар авторлық құқық ережелерін білу керек. Балаларға музыка арқылы тәрбие беру адамның күнделікті өміріндегі музыканың рөлін түсінуге мүмкіндік береді. Оқушылардың музыка тілін, цифрлық музыкалық сауаттылық тілін меңгеруі музыка пәнінде білім мен дағдыларды игеріп қана қоймай, әлеуметтік, эмоционалды және ақпаратты коммуникативтік дағдыларды дамытуға негіз бола алады. Құрметті әріптестер, сіздер бүгінгі вебинарда музыка сабақтарында функционалдық сауаттылықты дамыту әдістерімен таныстыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Өзіңді жырлаймыз туған ел, біз уақыттың жүрегіміз, гүлдей боп жайнаймыз.